Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Жамбыл атындағы номер 5 мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы химиялық реакция теңдеулері бойынша есептер шығару. 8-ші сыныптарға арналған төңкерілген сабақ. Сабақтың мақсаты химиялық реакция теңдеулері бойынша заттың массасын, зат мөлшерін есептеу. Сабақтың жоспары: карточкалармен жұмыс, сәйкестендіру, сандар сөйлесін, кім жылдам, есептер шығару, жас химик, эксперименттік жұмыс, сөйлемді толықтыр, рефлексия. Бірінші тапсырма: химиялық реакция теңдеулерінің типін анықтау. Яғни берілген реакция теңдеулерінің типін анықтап, оларды ағылшын тілінде атау. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен тексерейік. Бірінші реакция типі double displacement reaction. Екінші реакция типі combination reaction. Үшінші реакция типі double displacement reaction. Төртінші реакция типі decomposition reaction. Бесінші реакция типі decomposition reaction. Алтыншы реакция типі combination reaction. Және соңғы жетінші реакция типі single displacement reaction. Сендердің де жауаптарың экрандағы жауаппен сәйкес келді деген ойдамын. Бағалау критерийін пайдаланып, дескрипторлар бойынша өз-өздеріңді бағалаңдар. Сәйкестендіру. Экрандағы берілген реагенттер мен өнімдерді сәйкестендіріп, бос тур көздеріне осы реакциялардың типін ағылшын тілінде жазамыз. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен тексеріңдер. Бірінші реакция double displacement reaction. Екінші реакция типі decomposition reaction. Үшінші реакция типі combination reaction. Төртінші реакция типі single displacement reaction. Бесінші реакция типі decomposition reaction. Алтыншы реакция типі combination reaction. Және соңғы жетінші реакция типі single displacement reaction. Бағалау критерийін пайдаланып, дескрипторлар бойынша өз-өздеріңді бағалаңдар. Келесі тапсырма сандар сөйлесін. Бұлтшаларда берілген сандар нені білдіреді? Дұрыс айтасыңдар балалар. 78% ол ауаның құрамындағы азоттың пайыздық мөлшері. 35,5 хлор атомының салыстырмалы атомдық массасы. 21% ауаның құрамындағы оттектің пайыздық мөлшері. 22,4 саны 1 моль қалыпты жағдайда газдардың алатын көлемі. 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесі Авогадро тұрақтысы. 29 ауаның салыстырмалы молекулалық массасы. 1 сутектің салыстырмалы атомдық массасы. 23 натрийдің салыстырмалы атомдық массасы. Ал 11 натрийдің реттік номері. Сендердің де жауаптарың осы жауаптармен сәйкес келді деген ойдамын. Бағалау критерийін пайдаланып, дескрипторлар бойынша өз-өздеріңді бағалаңдар. Кім жылдам, есептер шығару. Бізге 5 есеп берілген. Бірінші есеп: 20 грамм кальций ауада жанғанда түзілетін кальций оксидінің массасы қанша? Екінші есеп: кальций мен оттек әрекеттескенде 56 грамм кальций оксиді түзіледі. Реакцияға қатысатын оттектің массасы мен зат мөлшері қанша? Үшінші есеп: 30 грамм барий ауада жанғанда түзілетін барий оксидінің массасы қанша? Төртінші есеп: көлемі 67,2 литр сутек қанша көлем оттекпен әрекеттесе алады? Бесінші есеп: 3 моль натрий сумен әрекеттескенде қанша грамм натрий хлориді түзіледі? Бұл есептердің барлығын шығару үшін балалар, біз міндетті түрде химиялық реакция теңдеуін жазамыз. Бірінші есептің шешілу жолын экрандағы есептің шешілу жолымен сәйкестендіріп көрейік. Бірінші кальцийді оттекпенен әрекеттестіріп, кальций оксидінің реакция теңдеуін жазамыз. Екінші реакцияның оң жағы мен сол жағын теңестіреміз.
Үшінші қадам. Берілген кальцийдің массасын пайдаланып, белгісіз кальций оксидінің массасын математикалық өрнек құру арқылы табамыз. Яғни есептің жауабы 28 грамм кальций оксиді түзілді. Сендердің де жауаптарын экрандағы жауаппен сәйкес келеді деген ойдамын. Берілген бағалау критерийін пайдаланып, дескрипторлар бойынша өз-өздеріңді бағалаңдар. Тәжірибелік бөлім. Interaction of zinc metal with hydrochloric acid. Яғни мырыш металын тұз қышқылымен әрекеттестіреміз. Видеоға назар аударайық. Яғни бұл тәжірибені жүргізу үшін біз цинк металын және тұз қышқылы ертіндісін аламыз. Мырыш түйірін шардың ішіне саламыз. Келесі тұз қышқылы ертіндісін колбаға құямыз. Шарды колбаның аузына кигіземіз. Сөйтіп, мырышты тұз қышқылыменен әрекеттестіреміз. Яғни бұл кезде орын басу реакциясы жүреді. Яғни мырыш тұз қышқылымен әрекеттеседі. Шардың ішіне бөлінген сутек газы толтырылып жатыр. Яғни реакция нәтижесінде сутек газы және мырыш хлориді ертіндісі түзіліп жатыр. Бұл реакция орын басу реакциясына жатады. Келесі, шарға жиналған газ H2 екенін дәлелдеу үшін келесі тәжірибені жүргіземіз. Үстел үстіндегі артық заттардың барлығын алып тастаймыз. Яғни сутек газы оттекпен әрекеттескен кезде пах деген дыбыс шығу қажет. Соны бақылап көреміз. Яғни бөлінген газ H2 газы екені дәлелденді. Келесі осы көрген тәжірибемізге байланысты эксперименттік есеп шығарайық. 0,5 грамм мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде қанша көлем сутек газы түзілді? Бұл есепті шығару үшін біз міндетті түрде химиялық реакция теңдеуін жазамыз. Есептің шығарылу жолын экрандағы берілген шешумен сәйкестендіреміз. Яғни ең бірінші химиялық реакция теңдеуін жазамыз. Мырышты тұз қышқылымен әрекеттестірген кезде мырыш хлориді және сутек газы бөлінеді.
Екінші қадам міндетті түрде реакцияның оң жағындағы атомдар саны мен сол жағындағы атомдар санын теңестіреміз. Үшінші қадам берілген мырыш металлының массасын пайдаланып, белгісіз бөлінген сутек газының көлемін есептейміз. Ол үшін математикалық өрнек құрып, X мәнін табамыз. Есептің жауабы 0,17 литр сутек газы түзілді. Сендердің де жауаптарың экрандағы жауаппен сәйкес келеді деген ойдамын. Берілген бағалау критерийі бойынша дескрипторларды пайдаланып, өз жауаптарыңды тексеріп бағалаңдар. Сөйлемді толықтыр. Массаны табу үшін, көлемді табу үшін, зат мөлшерін табу үшін, химиялық реакция теңдеуі бойынша есептер шығару үшін бірінші, екінші, үшінші. Яғни, сендердің де тапқан сөйлемдерің дұрыс деп ойлаймын. Массаны табу үшін барлық уақытта сол заттың төменгі бөлігіне молекулалық массасын коэффициентке көбейтіп жазамыз. Ал көлемді табу үшін сол заттың төменгі бөлігіне 22,4-ті коэффициентке көбейтіп жазамыз. Зат мөлшерін табу үшін сол заттың төменгі бөлігіне алдындағы тұрған коэффициентті жазамыз. Химиялық реакция теңдеуі бойынша есептер шығару үшін бірінші, барлық уақытта химиялық реакция теңдеуін жазамыз. Екінші, химиялық реакция теңдеуін зат массасын сақталу заңы бойынша теңестіреміз. Үшінші, берілген масса, көлем немесе зат мөлшері арқылы белгісіз массаны, көлемді немесе зат мөлшерін математикалық өрнек құру арқылы табамыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге бүгінгі сабақта қай кезең қызықты болды, ал қай кезең қиын болды? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы әрі қарай өз ізденістеріңді нығайтасыңдар деген ойдамын. Хош, сау болыңдар.